Бүгінгі хабарымызда суретті кенепке майлы бояумен салу әдісін терең меңгерген, тарихта ойып тұрып орын алатын Николай Гаврилович Хлудов жайында болмақ. Мен арман әлеміне еніп кеткендеймін. Жерұйық дегеніміз осы болар сірә. Менің туған жерімде мұндай ғаламат таулар, көк орай шалғын заңғар белеске саф суын жеткізуге асыққан асау өзендер, Жетісу өңірін мекендейтін керемет адамдар жоқ. Осы Николай Гавриловичтің творчествосы арқылы мынау Жетісу өңіріндегі, Түркістан өңіріндегі қазақ халқының бай өмірін, этнографиялық салт-дәстүрлерін осы суретшінің бейнелеу арқылы, өнері арқылы танып білеміз. Өмірінің соңына дейін суретші 200 картина салды. Оның ішінде 2 картинасы Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорында. Жұмыс 2 планнан тұрады. Алдыңғы планда топтық портрет, екінші планда жалпы фонд берілген.